Құрметті оқырмандар, биылғы жылы «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында қазақ прозасына өзгеше өрнек, ғажайып сыр-сипат әкелген көрнекті қазақ жазушысы, балалар әдебиетінің классигі, 2024 жылы 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілетін Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын оқимыз. Кітапханамыздың дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған Бердібек Соқпақбаевтың таңдамалы шығармалар жинағы шығарылды. Бұл кітапқа автордың қаламынан шыққан «Жол», «Ана жүрегі», «Саша», «Колхоздан келген қонақ», «Боранда», «Жасырын бақ», «Шал мен бала», «Компас», «Балапан торғай», «Хат», «Гүлбаршын», «Ұйқы келтіретін дәрі», «Ағаштар неге ашуланды», «Аяқталмаған мәжіліс», «Қой өңгерген» атты әңгімелері еніп отыр. Бердібек Соқпақбаевтың барлық туындыларында оның шығармашылығының қайнар көзі халық өмірінен бастау алғаны сезіледі. Ол өз кейіпкерлерінің портретін шебер суреттеп, әрқайсысын өзіне тән тілде сөйлетеді. Бердібек Соқпақбаевтың таңдамалы шығармалар жинағын аудиокітаптан тыңдауға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.